Ал енді мен Жармыш ауылының тұрғынымын. Туып өскен жерім осы жер. Жалпы Жармыш ауылының әл-ауқаты бойынша айтып кетейін ең бірінші. Бұл енді су мәселесі болып тұр ғой. Су өзі қазір жеткіліксіз. Су тартылып жатыр. Оны енді бітіп атқан шығарамыз да шамалы. Жалпы Жармыш ауылының сырты бүтін болғанмен іші түтін. Ауылда су мәселесі көп, тіпті тығырыққа тиелдік. Ол сыра балдар мені қазір артын айтады. Жолымыз сыра қазір көрсетеміз, жол асфальт жоқ. Связь дейтін мәселе совсем отырып кетті ауылымызда. Қазір ұстамайды. Тек зорға лекерміз. Қазақ телеком дейтін жұмыс жасамайды ешқандай. Бұрын кезінде сол мекемеде жұмыс болып жасап едім. Қазір түгел осы сұрақ қараңыз. Жұмыс жасамыз. САС телеком дейтін келіп еді. Бұлардың да енді жүрген жері бүгін жасаса, ертең жасамайды. Асфальт дейтін түгел бітті деймін осы ауылдың. Жүретін жол жоқ. Мына сыртқы осыдан 7-10 километр жан-жағымыз түгел осы болды. Өткенде осы әр жерден кіл жаңағы алған подрядчиктер бар. Бұда жан-жағымыз жайылысымыз тағылған жоқ. Одан қала берді, осы жерде Жармыш орта мектебі бар еді. Бұлар 78 жыл пайдаға берілген. Енді осы жаңа мектеп сұрағымыз келеді. Детсад дейтін бар еді осы. Үкімет осы біз егемендік алғаннан кейін осы бір салынған бір детсадымыз бар, клубымыз бар еді. Мына клубтың да жағдай өте нашар. Қыста жылуы жоқ, суы жоқ майында. Ішіне тіпті кіретіннің оның ішіне отыратын жағдай жоқ. Қара мұздай азғантай тіпті ішіне кіре алмайсың былай айтқанда. Сосын бұл жерде бақшамыз бар еді, қазір ішін көрсетеміз. Іш дейтін кәдімгі жылына бір 100, 800, 500 балдар осы тан егет, су жоқ құятын. Бар енді оған не себептісің? Өрде құдығы жоқ. Бір котлованы бар. Оның суы жеткіліксіз. Ағаштар көрсетуге болады, барып шөлдеп тұрған шыққанда бар, жартылай шықпай қалды, жалпы айтқанда тегіс. Ауылдың тіршілігі осындай. Халықтың талабы дейтін бізге су мәселесі. Бірінші, бұл ең сусыз тіршілік жоқ. Сосын мына жол мәселесі. Ауылда жол өздеріңіз осы кіргеннен мына жерде бір 2 километр жол бар. Басқа бағыттарын көруге болады, көрсетеміз де. Связь халық үшін. Бұл өте мектептің балдарына да өзімізге де керек. Связьіміз өте әлсіз. Енді тағы осы халыққа бір мәселе бар ғой, мәдениет үйі, мектебіміз. Осылар түгел орында тұрса жақсы. Халық тынышталады ғой, оның басқа біз көтеріп атқан. Түгел осы халыққа керек заттар керек бізге. Басқа ештеңе керек емес осы.